Әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі жұлдыз сұхбат эфирде тағы Ерсайын ағамыз. Ағай, жалғастыра берейік. Иә, жалғастырайық. Мына енді шертердің үніне берейік кезекті. Шертердің қоңыр үніне. Жаңа кішкентай үзілісте сұрасам, ауызашар уже болып отыр дейді, ауыз аша берер. Енді Алла кешірер, ары қарай сосын ашармыз. Бізде әлі бір жарым сағат бар әлі. Шертер аспабының үніне берсек, бұл жерде күй де ойналады, шығармалар да ойналады. Мен қазір әуелі шертіп бастаймын. Бұнда да кейбір мелодиялар мына нотада жоқ, мен өзімнің жаңағы осыған орындаса, осылай болса деген былай орысша айтқанда слухқа ойнап, арасында концертте гитараның қостағандарым да бар бір концертте. Енді қазір Ал қоңыр деген әннен кішкентай ғана бастайын үзінділер. Бәрекелді. Шертердің қоңыр үніне жетпейді. Енді қазақтың өзінің қанында үнінде қоңыр үндік бар ғой, жалпы қоңыр деген сөздің өзі. Жалпы қазақ келтіріп отыр. Мен қазір бір күй көксерке, Байжігіттің көксерке деген күйін орындап берейін. Мына лайықтарын бізде бар. Айбол Құдайбергенов деген оқушым. Біз сол екеуміз күй жинақтарында шығарып тұрамыз арасында. Шығарайын деп отырмыз.
дегендей. Ой, рахмет ағай. Кезінде осыны сіздің қолыңыздан үйреніп, біз осы көксерке күйін орындайтын едік. Жалпы осы шертер аспабына бүгінгі таңда Қазақстан композиторлары шығарма жазуда ма? Мына өзге ұлттарды қарайтын болсақ, мысалға Әзербайжан аспаптарында, осы өздерінің ұлттық аспаптарында үлкен фантазия, концерттер жазып жатады. Жалпы осы шертерге бүгінгі таңда арналған жаңадан, мынау енді біздер оқып жүргенде болды, мынау енді Ресейдің авторларының, Цыганковтың шығармаларын, басқа да осы Гачибектің шығармаларын шертеде орындайтынбыз. Бүгінгі таңда осы союз композитор бізде бар. Жалпы Қазақстанда сондай шертерге арналған арнайы шығармалар шығарыла ма? Арнайы шығармалар әрине аз. Біздер шығармаларды өңдегеннен гөрі лайықтаймыз. Енді мысалға Қуаныш Жұмағалиев деген біздің әріптестеріміз жазған, басқа аспаптарға жазған шығармаларды соған орындаймыз. Және де мысалға негізінен де домбырашыларда да сол композиторлар жазып жатқан жоқ, домбырашыларға, сол домбырашылар өздері жазып жатыр. Енді біз қалған уақытта өмір берсе өзіміз жазбасақ, кейбір уақыттарда мысалға Айбол Құдайбергенов деген шәкіртіміз сол шертерге арнап күйлер шығарған, әндер және де осы ансамбльдерге орындап көптеген шығармалар жазып жүр. Енді осы союз композитор одағы шертерге жазып жатыр деген мен көп естіген емеспін. Біздер өзіміздің репертуарымызды, оқу репертуарын өзімізді іздейміз, соған лайықтаймыз. Қазақша күй лайықтаймыз, шығармаларды, бар ойналатын шығармаларды қобыздан, басқадан алып орындаймыз. Және де классика, әрине, академиялық оқу болғаннан кейін, ол жалпы тек қазақша шығармалар, күйлер емес, басқа да ауқымды, күрделі шығармалар ойнау керек. Сондықтан европалық, батыс европалық, шетелдің, жалпы шетелдің композиторларының шығармаларын орындаймыз. Ансамбль ол не үшін? Ол негізінен сол аспапта орындаушылықты деңгейін көтеру үшін. Ол оркестрге барғанда, ансамбльге барғанда басқа шығармаларды ары орындап кетеді. Ал шетелге арнап, енді қазір проблема көтермесек те, бәрібір айтуымыз керек. Енді осындай шетелге жазып жатырмын деп бізге әкеліп жатқан аз. Бірақ ол ойланатын жағдай. Тіптен ойлансақ, қиналсақ, ары қарай өзімізде әрбір шертершіге біз сол орындаушылыққа, ортаға біз сол шығарма жазуға сұрайтын да шығарамыз. Өзімізде жазатырмыз. Мысалы, мына кейбір домбыра примарынан айттым ғой жаңа, Бауыржан Көбенғали кейбір шығармаларды оркестрге, ансамбльге өңдеген сияқты, екі шығарма, екі жинақ шығарды. Ол да сол сияқты сондай шығармашылықпен айналысады. Жазатын композиторларға, әрине, Үсен Ермұрат ағамызға, жаңағы Қуаныш сияқты икемі бар адамдар, шығарып жүрген адамдарға оны біздер тапсырыс бере аламыз, әрине. Тапсырыс береміз деген ойлаймыз. Мысалға, мына өзбектің рубаб аспаптарында өздерінің шығармаларын орындап жатады. Мысалға, өзбектерде, мына Индияның аспаптары болсын, осы енді барлығы бір ағайынды аспаптар ғой, туыс нелер плектермен ойналады. Мысалға, қазақтың халық әндері өте көп. Қазіргі современный композитордың әндері көп. Мысалға, жаңа айтып отқан Ахмет Жұбановтың да шығармалары бар. Мысалға, сондай шығармалардың әндерге фантазия жасап бүгінгі таңда сондай мүмкіншілік бар ма жалпы? Бізде енді Алматыда мысалға қанша композиторлар бар, композиторлар классы бар мысалға, сондай олар жасап бүгінгі таңда жасап көрген жоқ па? Композиторлар мысалға оқытып жатыр, қаншама қазір композитор шығып жатыр консерваторияда. Енді мен барлық композиторларға олардың репертуарын айта алмаймын, әрине. Олардың барлық обработкалары, өңдеген шығармалар біздің қолымызға тиіп жатқан жоқ. Кездесіп жатқандарды орындаймыз, әрине. Мысалға, даже сол Өтепберген Хамиз ағамыздың бір жаңағы кейбір жаңағы халық әндерінің жаңағы өңдеген шығармаларын сол оқу жүйесінде, училищелерде ойнап жатады. Сондықтан әуелі мамандар есебінде композиторлығы жақын адам болса шығарады. Бірақ енді барлық композиторлардың қандай өңдеп жатқандарының барлығына мен қазір айта алмаймын олар туралы. Мысалға, менің өзіме осы отырғанда менің өзіме бір идея келіп отыр.
мысалға соңғы уақытта мына Қаршақ ағамыздың күткенде деген күйі бар, соны өзім бір жаным жақсы көріп тыңдаймын, мысалы күткенде. Соны кейде ойлаймын, осы қазір ойлап отырмын да, неге сол күткенде күйді шертерге лайықтап түсірмеске. Мысалға сазы, мақамы сазды, жақын, сосын жаңағыдай аллегро жерлері де бар ойнайтын, жай шертіп ойнайтын жерлері де бар. Сондай күйлер мысалға шертерге әдемі келетін сияқты. Иә, ол егер көбірек ізденсең, одан да көп түсіруге болады. Енді мен енді тек қана сол лайықтаумен айналысып жүрген жоқпыз, бірақ лайықтайтын нәрселер көп әрине. Күйде де бар, алдағы мақсаттар бар. Жаңағы айтқан сияқты, мысалға жібек жетісу, жаңағы айтқан күй жақсы келер. Әрине, оны фортепианоны қосып та сен кеше бір идея айттың. Мысалға жібек жетісуды Бауыржан жаңағы айтқан оқушым сол фортепианоға жасап, иә? Мен сол өздеріңізді 60 жылдығында орындаған, алғашқы орындаған фортепианомен қосып жібек жетісуді. Сосын оны ансамбльге, оркестрге түсірілді, оны өзің білесің. Оркестрде де бар, бізде де бар. Сол сияқты әрине алдағы ондай ойлар бір ой, екінші ой туғызады, сондықтан жаңағы лайықтауға әндер, шығармалар лайықтаймыз, әрине оның бір реті келеді, уақыты келер. Жалпы қазір сіздердің ұжымдарыңызда, оқу орнында жалпы ғылыми кеңестің талабы қандай бүгінгі заманға? Талап өте биік. Биік өте. Ғылыми кеңестің мүшелеріне де сұрақ қойғанда сұрарсыз. Қазір ғылыми кеңес. Жалпы сіздерге талап қояды ғой, мысалы бүгінгі таңда осы шертер аспабы дейді, жаңағы домбыра прима. Жақсы аға, енді бұл шертер аспабына әрине мен айтып отқаным, репертуар бай болғаны, бүгінгі қазақтың қаншама күйлері бар, композиторлары бар, әндері бар, соның барлығын шертер аспабында жалпы возможностьтері өте көп ойнайтын. Сол себептен де енді мен бір нәрсе айтар едім. Жалпы айтқанда тұқедер. Жаңағы егер сол кезде класс ашылмаса, менің классымда, иә, Николай Андреевич оқып жүрген, жұмыс істеп жүрдік қой. Мен ол кісінің шәкірті болдым соңғы курста. Енді сол, егер шертер классы ашылмаса, шертер бұндай деңгейге дамымас еді. Бір сөз айтатын. Егер сен сол класс ашылғанның арқасында оқу жүйесіне қосылып, мына училищелер мен консерваторияның деңгейінде конкурстар әрине бертінгеле болды, 98-де 20 жыл бұрын конкурс. Шабыт пен Құрманғазының біріккен конкурсында мен болғам, жюриде Ахмедияров ағамыз, Қаршакен бар. Сол кездерден бастап шертер қосылды, сол конкурстарға қосылды. Одан кейін сол оқу жүйесіне қосылып репертуар дайындадық. Лауреаттар пайда болды. Сондықтан сөйтіп дамыды. Ал тек қана оркестр ансамбльде жүрсе, тек қана онда қала береді. Үш этапы бар аспаптың. Бірінші оркестр ансамбльдегі орындауы біздің мәдениетіміздегі мәдениет тарихымыздағы орны, иә, айтайық 80-ші жылдан бастап алдында ансамбльдер болды. Торғайда, Алматыда. Ал 80-ден бастап оркестрде топ құрып отырар сазына. Сосын Құрманғазға келді. Жалпы мәдениетімізде орындаушы мәдениетіміз оркестрде. Одан кейін 90-шы жылдары оқу жүйесіне қосылды. Жарай ма? Енді қазір зерттеліп жатыр. Ол бакалаврда, ол магистратурда, ол ары қарай Құдай қаласа мен осы Бішкекке Қырғызстанның ғылым академиясына оқуға түскенбіз. Сол жерде осы шертер аспабын зерттеу жөнінде жұмысым осымен айналысамыз. Бізде тоқтап қалғаннан кейін ары қарай соны жалғастырды. Ағай, түсінікті. Жалпы сіздің еңбегіңіз осы шертер аспабын енгізіп, қазір қарасақ, 90 жылдан бастап 10, 20, 30 жыл уақыт өтіпті. Бірақ енді бүгінгі таңда консерваторияны бітіреді, бакалаврын бітіреді, ары қарай шертер аспабында магистратура оқиды, ары қарай аспирантура оқиды. Неге сол аспиранттар осы шертер аспабына жаңа халық әндерін неге лайықтап түсірмеске? Олар енді толыққанды профессионал деңгейде музыканттар ғой. Неге соны барлық жалпы аспиранттан бітірген диплом несін қорғаған кезде аспиранттың сондай осындай тақырып неге алып, неге соны шығарманы түсірмеске? Иә, ол енді ол жаңағы композиторский жағына қарай келеді, ол ғылыми жұмыстың оның жаңағы бағыты бөлектеу болады. Олар әрине өзінің жұмысыңды осындай обработка жасап атсаң, ол жұмыспен айналысуға болар. Әрине ол идея, ол бакалаврға да қоюға болар. Әрине жалпылай жаңағыдай өңдеу
ол бірі дұрыс өңдейді, бірі басқаша. Бірақ жаңағыдай қадамдар жасауға болады әрине. Оны бакалаврда да жасауға болады. Менің айтайын дегенім осы уақытқа шейін шертел ашылғалы жаңағы жұмыстар жөнінде бір-екі шыққан жұмыстар жөнінде айта кеткім келеді. Жаңағы бағдарламалар жасалды 90-шы жылдары. Алғашқы сборник шықты 97-ші жылы. Содан кейін екінші жинақ шықты, күйлерге лайықтаған күйлер, шығармалар. Сосын Зәмзагүл апаңның жаңағы шетелде орындау өнері сияқты. Сосын Хамзин ағамыздың шертел үйрен мектебі шықты, 2 мектеп бар. Домбыра прима үйрен мектебін шығарды Хамзин ағамыз, Өтепберген ағамыз екеуміз. Енді шертелге және домбыра примаға бір жұмысты айтқым келіп тұр, 2 жұмысты. Шертелге және примаға 2 CD шығарған. 92-94-те әуелі кассет шығарған, жарты сағатта. 1 сағат. Содан кейін 60 минуттан 120 минут шертелге және домбыра примаға арналған CD. 12-ші жылы 120 минуттық CD шығарған. Сондықтан ол алғашқы CD болып есептеледі. Соны арғарай енді сол жаңағы оқу процесінде де ол көмектеседі. Кейбір шығармаларды соның ішінен алып балдар тыңдайды. Сосын арғарай қазір енді домбыра, бас, шертел, 3 жүкті аспаптарға арналған, ансамбльге арналған бізде 2 томдық, 1 томдық шықты, 2-ші томдық шығады. Ернар Кәкежанов деген біздің магистр жас мұғаліммен бірге. Сол сияқты жұмыстар жүріп жатыр. Күй және шығармаларға арналған Зәмзагүл Мұратованың жаңағы 2-3 томдығы шықты. Әуелі шығармалар 2 томдық, сосын күй. Алғашқы уақытта Айбол екеуміздің күй шығармалары жинағы және бас домбыраға арналған мектеп. Аға, енді осы жасаған ғылыми жұмыстарыңыз барлығы өңірлерге, мынау өңірдегі музыкалық колледждерге, оқу орындарына, музыкалық мектептерге тарап жатыр ма? Енді музыка мектебін білмеймін да, бірақ колледждерге керектері жекелей алады. Қазір музыка училищелерінде, музыка колледждерінде тендер деген, портал деген нәрсе қойып қойған, содан өтіп алса алады, алмаса ол алам дегенше жекелер тарап кетеді. Тарап болып қалды. Жетпей алған да бар. Шертел мектебінде жетпей алған. Домбыра прима үйрену мектебі әлі бар. Қазір алатын болса. Соны айтқым келеді. Сол жаңағы мамандар бізде узкий специалист дейді, домбыра сияқты жалпы емес, сондықтан аз мамандар аз, әр жерде жұмыс істейтіндер өзіне керегін алады, әрине. Бірақ керек, әлде де жетіспейді. Осыдан 40 жыл бұрын жетіспесе, қазірде де мамандар кейде жетіспейді. Түсінікті. Ағай, жалпы енді 35 жыл еңбек өтіліңіз бар екен, бір жерде жұмыс істеп келе жатсыз. Биыл 60-та толып жатсыз. Жалпы сіздің еңбегіңіз, мен ойлаймын, аса зор, қанша шәкірттеріңіз бар. Сол шәкірттеріңіз Қазақстанның түкпір-түкпірінде өздерінің үлестерін қосып жатыр. Яғни айтқанда, бұл жерде консерваторияға барған кезде шәкірттер тек қана сол аспапта ғана білім алмай, жалпы масштабны дейді ғой, жан-жақты білім алып шығады. Бүгінгі таңда мемлекеттік наградыңыз бар ма? Менің 2004 жылы консерваторияның 60 жылдығында, солай ғой, 60 жылдығында мәдениет қайраткер деген алдым, одан кейін үкімет тарапынан ешқандай бірнеше рет ұсынды, 13-14-терде ұсынды, бері қарай да бірнеше рет ұсынды, болмаса ұсынбай қалған кездеріміз де болған. Бұрынғы ректор кезінде қазіргі ректорымыз Арман Әділхан Жүдебаев та, Құдай қаласа, құлаған алтын сырға, ол да айтып жатыр. Құдай қаласа ұсына жатыр. Бірақ 2004-тен бері сол тек ол министрлік мәдениет қайраткерінен басқа менде ешқандай жаңағыдай қайраткер ештеңе алған жоқ. Бірақ 1998 жылы осы ағаларымыз, апаларымызбен қатар Карима Сахарбаева, Біләл Ысқақовпен бірге үшеумізді заслуженный артистке ұсынған. Бірақ жоғарғы жақта алып тастаған народный артистпен заслуженный артист, оны айту керек, ол тарих. Сол кезде одан кейін міне 22 жыл өтті. Ал жаңағы мәдениет қайраткер деген 2004-те алды. Сосын өз тарапымнан жаңағы жас ерекшелігіне қарамай мен конкурсқа қатысып, халықаралық Нижний Новгородқа барып, шертелден аспаптан ортекес шығармалар ойнап, лауреат алғанмын бірінші орын. Сосын Сербия
Сербия, Белградтың конкурсына қатысып, сожы, содан да лауреаттық алғанмын. Сондай халықаралық конкурстың лауреатымын. Әзір сол мына Ресейдегі профессорлармен бірге концерттерге шығып, жюрилерге барып, Москва, Нижний Новгород, Казань барып тұрамыз. Осы Александр Андреевич Цыганковпен бірге, басқа да көптеген Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Москва профессорлармен жаңа әдістемелік жұмыстардан араласып концерттік жұмыстар. Енді ағай, бұрын біз енді білеміз ғой, бұрын сіз Құрманғазы оркестрінде жұмыс жасадыңыз. Сол Құрманғазы оркестрінде неге арға жалғастырып жасамадыңыз мысалға? Құрманғазы оркестрінде мысалға былай қараған кезде сізбен де қатар, мысалға үлкен кісілер отыра сазында болсын, мына симфониялық оркестрде болсын, барлықтарында мысалға ол үлкен былай қарағанда поколение ғой. Иә, қазір енді жастар істеу керек дейді, бірақ сол кезде істедім, жалғастыру керек еді. Мен сол 83-терден бастап 1,5 айлап гастрольдік кететінбіз. Украина, Молдавия, келесі Ресей, осы оркестрдің 50 жылдығын Москвада өткізгенбіз. Сонда мен 23-тердемін, 24-тердемін. Өздерде істедім 90-дарға шейін. Содан кейін білмеймін, неге бір уақыттарышылға байланысты, жұмысқа байланысты істемей қалдым. Сол артынан өкінем әрине, істеуге де болатын еді әрине. Қазір шақырып жатса да барар едік, бірақ уақыт болса. Қазір енді қарап отырып, мысалға жаңа домбыра примада ойнап отырсыз, мастер-класстар бересіз, концерттер бересіз, Ақтөбеде осы концертіңіз болып кетті. Бүгінгі таңға дейін мысалға осы аспаптарды күніге қанша сағат ұстайсыз? Мына жаттығуларды қанша ойнайсыз? Құпия болмаса. Енді біз ұстаз болғаннан кейін күнде аспап ұстай бермейміз, оркестрдегідей. Бірақ мысалы шынымды айтайын, осы бүгін 1 майға қойғанда бір күн бұрын естігелі мысалға. Алдымда аспаптарымды қаладан алдыртып таксимен. Бір күн шамалы қолым жүгіртіп шығып отырып. Бірақ дайындалса әрине. Мен мысалы 1:07-те кейін концерт беремін десе, 1:07-10 күннен кейін дайындалып концерт беруге болады 1 сағаттық. Әрине. Бірақ енді көп дайындалу керек. Аспап бұрынғы репертуарларым бар, жаңа репертуарларды дайындауға болады. Дайындаламын ғой әрине. Дайындаламын. Дайындаламыз. Барлықтары музыканттарға айтарым, біздер ол оркестрде күнде ұстаса, біздер анда-санда ұстаймыз, бірақ 1:07-де қайтадан қалпымызға келе аламыз. Және де сол қалпыда тұру керек. Сондықтан концертируйте, заниматься етіңдер, жаттығыңдар, күніне 2 сағаттан ұстап тұрсаңдар жақсы болады. Дер едім. Енді ағай айтып жатсыз, биыл 20-шы жыл сіздің 60 жылдық мерейтойыңыз. Жалпы қандай дайындықтар қазір жүргізіліп жатыр? Қандай жоспарлар бар? Жоспарларым, қазір үйде жоспарларым, бірақ ойларым бар әрине. Астанада берсем концерт деген, Ақтөбеде берсем, әрине өзімнің жаңағы Алтын ұям дегенде консерваторияда әрине үлкен концерт берем, амандық болса, студенттік оркестрмен. Құрманғазымен бергім келеді, студенттік оркестрмен. Осы 4 точканы айтқым келеді. Осындай ойларым бар әрине. Ол күзде бола ма, ол ары қарай көктемге кете ме, декабрьге келе ме, оқу процесіне, оқу үрдісінің арасында сондай бір қысылтаяң кез болып қала ма. Бірақ дайындық әр уақытта егер қойсақ, сол уақытқа дайындалар едім әрине. Шәкірттерді шақырып ойнаймын, оркестрмен ойнаймын, Ресейден де шақыруға болады. Бірақ негізінде өзім репертуарын ойнар едім. Жалпы әрине үміт күтеміз. Енді жалпы Алматы қаласында, Алматы бүгінгі таңда жалпы мына классикалық өнерде ғой, жалпы классика деген сөздің өзі мына өзге жанрларға қарағанда үлгі болып келеді. Жалпы бүгінгі Алматы қаласының халқы бүгінгі академиялық музыкаға, классика музыкаға көзқарасы қандай бүгінгі таңда? Енді бұл жерде Алматыда өзі былай айтады ғой, ауру басқа деп. Ауру басқа, бұл жерде мәдениет бұрыннан орныққан, халық музыкасына да жақсы концерттерге барады, оркестрлерге, 2 оркестрге, басқа ансамбльдердің концертіне барады. Қазір мысалға филармония болмаса қазақ концерт деп бармайды. Бұл ана халық арена, Алматы аренаға сен шығынып кететін кездерде болады. Үлкен сахналар бар. Ал енді классикалық музыка әрине там
филармонияда болады, оркестр, өзіміздің консерваторияда көптеген концерттер, үлкен залда көптеген концерттер болады. Соған халық келеді, әрине келеді, жақсы келеді. Жалпы енді бүгінгі таңда көбісі мынау эстрада музыка дейді ғой, халық соған бет бұрып кетті, сол тараптан сұрақ қойып отқаным. Жалпы енді ағай, сіздің 60 жылдық айтып жатсыз Ақтөбеде деп. Әрине, енді мен өзім сіздің шәкіртіңіз болғаннан кейін, осы жақтағы Ақтөбеде жерлес әріптестеріңіз бар, музыканттар бар. Сол 60 жылдық мерекеңіз жаңағыдай біздің өзіміздің өнер орталығында оркестрмен болсын, ансамбльдермен болсын, бүкіл барлық ұжымдарды қосып концерт беруге біз қарсылық жоқ. Әрқашан сізді күтеміз, шақырамыз. Біз жалпы мен өзім ұстаздармен мақтанамын. Сол Қарашығанақ консерваторияда білім алдық, жан-жақты болдық. Бүгінгі осындай деңгейге жетудің өзі де осы сіздердің арқаларыңыз деп есептеймін. Жалпы бүгінгі өзіңіздің жерлестеріңізге, ақтөбеліктерге айтар сөзіңіз, мына бүгінгі жағдайға болып жатқан нәрсеге байланысты, жалпы Ақтөбенің мәдениетіне деген өзіңіздің көзқарасыңыз қандай бүгінгі таңда? Мен осы әуел ана 50 жылдықтан бастайын, 50 жылдық кезде мен қыс кезінде барып, ол кезде Есен Дәуітұлы марқұм, сол кісінің жасаған оркестрмен сол жақта концерт беріп, қыстың күні пойызбен Шалқарға барып үлкен концерт бергенбіз. Соны ұмытпаймын, соған көп рахмет айтамын. Қайырғали ағаға көп рахмет айтамын, сол кезде оркестрдің басқарған. Қазіргі кезде өнер орталығы болып, үлкен жаңағы мекеменің үлкен жаңағы зәулім ғимаратын салып, қаланың ортасында ар жағы мен бер жағы, оң жағы мен сол жағы дегенде қақ ортада сондай өнер орталығы салғанына өте қуаныштымыз. Және сол салғаннан кейін ары қарай да бұрынғы жаңағы қарқынды жұмыстарымыз онан сайын өсіп, қарқынмен сондай бір белсенді жұмыс істеп жатсыздар. Оны жиі көреміз. Қазіргі парақшалардан да барған кезде де былай да естіп жатамыз. Филармониясының жұмысы конвейер сияқты жүріп жатыр. Конвейерде барлығы сапалы. Неше түрлі саундтректермен де концерт беріп жатсыздар. Әншілер де Ақтөбеге барғысы келеді. Күйшілер де, эстрадалық әншілер де барып концерттерін беріп жатыр. Оркестр, Құрманғазы оркестрі де барып жатыр. Отырарда барып жатыр. Естимін енді. Фестиваль, жылдағы фестиваль, ол үлкен қазық жұбановтар фестивалін өткізіп жатсыздар. Сондықтан бір тыным таппай жұмыс істеп жатқан сіздерге көп рахмет айтамын, әріптестерге, рахмет. Үлкенді кішілі музыканттарға. Сондықтан көңіліміз толады, және де сондай көңіліміз шалқиды. Осылай да басқа да филармониялар жұмыс жасаса екен, облыстарда, және осы Алматыда. Енді Астанада о жерде деген қызып жатады ғой, әрине. Мына Алматыда да сондай бір көптеген концерттер болып жатады. Әрине сондай белсенділікті барлықтарына тілегім келеді. Әркімнің көзбен қойған мақсаттары бар, жоспарлары бар жылға. Сондықтан сіздерге үлкен шабыт тілеймін. Үлкен шабыттар тілеймін, табыстар тілеймін. Бүкіл Қазақстан халқына, оның ішінде ақтөбеліктерге осы қазір ораза айында сондай бауырмалдылық, ізгіліктілік, бір-бірлеріне қамқоршылық, және де сондай ағайыншылық үзілмесін, ауызбіршілік мықты болсын, еліміз аман болсын, жақсылық тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін. Соны мына соңында Жұбановтың бір тәжік биін орындасам ба деген ой келіп тұр, уақыт болса. Және де уақыт бар, бар. Уақыт бар. Орындап берейік, онда тәжік биіне кезек берейік. Осы жақында ғана Ахмет атамыздың туған күні өтті, сондықтан 10 тәжік би жазылған музыкант емес деп айтайын. Сол 10 тәжік биінің 5-ші тәжік биін сол шертерге примаға лайықтағанбыз. Енді құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз болса, жазуларыңызға болады, мына шығарма біткенше сұрақтарыңыз болса. Ағай, кезек берейік тәжік биіндеріне. Тәжіктің аспаптарына шертер жақсы келеді, соған
Ой, бәрекелді. Настрой келіп қалды. Аға. Жалпы, қалай бүгінгі таңда бәріміз үй қамақта отырмыз ғой. Мына өнер адамдар да отыр. Сіздер енді аспаппен дайындаласыңдар. Мына үйдегі жеңгеміз, оған қалай қарап жатыр бүгінгі таңда? Отбасы. Жақсы, біздерде екі қызым бар, біреу 5-ші класста, біреу 10-ші класста. Солар ертеңгісінен сабақ оқиды, бәрі де WhatsApp-та, жаңағы Zoom-да ма. Одан кейін екі студентім бар, біреуі 4-ші курста өнер академиясының дыбыс режиссері, Нағаш атасының жолы Баятақ деген белгілі звук дыбыс режиссері болған, сол кісінің немердің. Сосын Бақытбек Сұлтан, өзің білесің, Қазанғап конкурсының атасының 90 жылдығына Бақыт Қосарайдың конкурсында гран-при алған Абдулхамид Райымбергеновтың шәкірті, президент стипендиаты. Ол да бәрі де жаңа WhatsApp-та, Zoom-да сабақта. Мен де сол сияқты балдар сабаққа шығады, сонымен сабақ жүргіземіз. Одан кейін жеңгейдің өзі де қазір жұмыс бойынша жаңағы удаленка дейді ғой, сол жаңағы WhatsApp-пен тапсырмаларын беріп. Бәріміз күн ұзаққа сол жұмыс істейміз. Сосын отчет береміз кешке қарай. Сондай жұмыстамыз. Дұрыс, аға, енді бүгінгі сұхбатыңызға Алла разы болсын. Бүгінгі осындай ораза айы кезінде бір жағынан мынау оразаға ауыз бекіткен кезде де осындай әдемі сұхбат жүргізіп, бүгінгі өзіңіздің осы енді мынау көлемдеп айтқан кезде 40 жылдай өзіңіздің ұстаздық тәжірибеңіз бар, ұстаздық қызмет етіп жатсыз, қаншама шәкірт тәрбиеледіңіз. Осы сіздің берген бүгінгі біліміңізбен қаншама шәкірттер бүгінгі өздерінің отбасын былай қарағанда асырап, қоғамға өзінің жаңағыдай үлесін қосып жатыр. Сізге мен осы Ақтөбедегі шәкірттеріңіздің атынан алғысымды білдіргім келеді. Алла разы болсын. Отбасыңызға әрқашан амандық тілейміз. Көрінген ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Бүгінгі өзіңіздің қоғамға беріп жатқан үлесіңіз ол өте аса зор. Жалпы биыл 60 жылдығыңыз, мерекеңіз тағы да құтты болсын. 60 жылдық мерейтойыңызды тойлауға біз әрқашан да дайынбыз шәкірттер. Алматыда шәкірттер болып газет береміз десеңіздер, оған да біз дайынбыз баруға. Жалпы мемлекеттік мынау наградыға сіз өте лайықсыз. Сол мемлекеттік награда алуға да уақыты шамалы қалған секілді. Мынау жоғарыдағы басшыларға да, барлығына да құлақтарына алтын сырға. Мынау өзіңізбен қол алысып, құшақтасып, амандасатын күн өте жақын болсын. Бүгінгі мынау келіп атқан жаман ауру індет елімізді айналып өтсін. Мынау керемет Алматы шаһары гүлдей жайнап тұрған шығар бүгінгі таңда. Өзіміздің сол жастық шағымыз, студенттік кезіміз сол жақта өтті. Біз сіздермен әрқашан мақтанамыз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі көрермендерге үлкен алғысымыз шексіз. Ертең 2 мамыр өзіміздің тағы да ұстазымыз, шертерші Ақтөбелік біздің қыздарымыз, енді менің ұстазым, бірақ Ақтөбе үшін Ақтөбенің қыздары болып әрқашан қала береді. Зәмзагүл Үзімұратова және жетігенші Нұргүл Жақыпбек. Ертең сағат осы Ақтөбе уақыты бойынша 18:00-де, Астана уақыты бойынша 19:00-де өнер орталығының инста парақшасында күтеміз. Және 3 мамыр күні сағат 18:00-де Ақтөбе уақыты бойынша, 16:00 Мәскеу уақыты бойынша мынау Ресейдің аңызына айналған, жаңа айтып отырдық, Домбыра Приманың атасы деп отырмыз. Мен жалпы айта кетейін, сол колледжде оқып жүргенде Цыганков дегенді біз ойлайтынбыз, өмірде өтіп кеткен адам екен ғой деп, баяғыда енді. Сөйтсек ол кісі тірі екен, өзіміз көзбе-көз көрдік. Сөйтсе енді сол армандар орындалып жатыр. 3 мамыр күні Ресейдің халық әртісі, аңыз адам Александр Андреевич Цыганковпен онлайн концерт кездесу болады. Баршаңызды сол 3 мамыр күні тағы да күтеміз. Ағай, айтатын сөзіңіз болса? Цыганков туралы айтқым келеді. Цыганков туралы легенда, оны біздің апайларымыз, Калембаев апамыз 82-ге келген, 81-ге келген апамыздың өзі айтатын. Вы для нас легенда деп айтатын концертін. Алматыда ұйымдастырдық, Ақтөбеде 2 концерт ұйымдастырдық, Алматыда 3 концерт. Соны мен соғысы туралы 85 жылы Қазақстанда алғашқы дипломдық жұмыс жазғанмын. Сіздерге естеріңізге салып қояйын. Содан хабарласып келіп, біраз уақытты хабарласпай қалып, жаңағы ыдырағаннан кейін сол
10-шы жылдары бері қарай хабарласып талай концерттер өткізіп жатырмыз, Құдайға шүкір. Енді осы Қазақстанға келуіне Цыганковтың сіз өзіңіз қатты ықпал жасадыңыз. Бүгінгі таңда Ақтөбе сол Цыганковпен өте шығармашылық байланыстамыз. Тағы да қуантатын жайт, кеше ғана осы Ахмет Жұбановтың 29 сәуір туған күніне орай сол кезде сол челленджге қарлығаштық орындауға ешқандай кәдімгідей өзінің ұсынысын білдіріп ойнаймын деп сол челленджге қатысты. Тағы да сүйінші жағдай, Цыганков осы кеше ғана сөйлестік. Осы Ахмет Жұбановтың бір әндерінен өзінің жанынан жаңағыдай үлкен концерт жазуға өзі бүгінгі таңда уәде беріп отыр. Бұл да қуантатын жайт. Ахмет Жұбановтың әндері бұйырса әлемдік деңгейге шығады деген үлкен сеніммен отырмыз. Бүгінгі таңда барша мен ойлаймын қазақстандықтар, музыканттар Қазақстандағы Ахмет Жұбанов атамыздың алдында барлығымызда борыштарымыз деп есептеймін, міндетіміз деп есептейміз. Өйткені себебі сол қиын-қыстау кезде осы қазақтың кәсіби өнерін дамытуға үлкен үлесін қосқан үлкен біздің тұлғамыз. Бүгін қандай музыканттар бақытты, әр облыс өңірлерінде бір-бір оркестрлерден, 2-3 ансамбльдерден қаншама оқу орындары бар. Осының барлығы қазақтың маңдайына біткен осындай ақаңдай біздің тұлғаларымыз. Соның ізін басып жатқан міне бүгінгі Ерсайын ағай сіз бар, міне жалпы қаншама ұстаздарымыз бар біздің бүгінгі үлестерін қосқан. Сіздер аман болыңыздар. Біз сіздермен әрқашан мақтанамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылықта кездесейік. Сау болыңыздар. Мына ораза кезінде бата бергім келіп отыр. Жақында 22 апрельде әкеміз қайтыс болған күні. Сол кісінің шалдың батасын берейін деп отыр. Елге сәлем есебінде, бүкіл елге тілек есебінде. Ал бақ бергей, бәледен сақтағай, абырой бергей, аман сақтағай. Үйдегі түздегі аман қылғай, бәле кеткей, дұға жеткей, алхам берекетін берсін. Аумин. Мына ондайында бірінші бата берген болған шығармыз. Жеңгеге бәріне сәлем айтыңыз. Сәлем айтыңыз, аман жүріңіз. Жақсы. Рахмет. Барлықтарыңызға сәлем, аман болайық. Аманшылық болсын. Рахмет. Рахмет сізге.